мөлдір күшті айтты. Мықты энергетика бар мына жерде. Мен сезімтал адаммын ғой. Бір келесі 26-шы ұшайын деп тұрған адамдар бар сияқты осы жерде. Миллионер болып. Білмеймін айтып. Осы жерде бір Дубайдан ұялатын бір 10 адам тұрған сияқты. Турциядан ұялайын деп тұрған бір 20 адам тұрған деймін. Астана, Алматыдан ұялайын деп тұрған, келін алайын деп тұрған бір қыздар бар сияқты. Давайте, сен сол, тоже сен мына келін алатын кісі. Енді қараңыздар, мен мөлдірдің досымын, Балқия Балтабай деген досым бар кеш. Біздерді Құдай қосқан достарымыз. Енді өздеріңіз білесіздер, я қазір мөлдір хит болып тұр ғой. Енді сіздерге бір нәрсені айтайын деп едім. Алла қалауымен Балқия екеуміз жаңа келісіп қалдық та. Негізі бар ғой, адамды негізі қолдау үшін жіберген. Кейде біз айтамыз ғой, Аллаға мұқтажбыз, адамға мұқтаж емеспіз деп. Мен келіспеймін. Біз бәріміз бір-бірімізге мұқтажбыз. Біреуден ақыл аламыз, біреуден кеңес аламыз, иә? Біреуден поддержка аламыз, біреудің жаңағы сынығын салдырамыз, иә? Мен бүгін айтар едім, қазір киносында болып жатыр, иә? Мен өзім мынандай аузы толы адаммын ғой. Мен деген осы күні деген бар ғой, маған бата алғысы келіп жүрген адам өте көп та. Мен айтамын, мен бүгін біреуі мөлдірге бата беремін, бірақ одан біреу үш жерде бәріңізге бата беремін. Кім мөлдірдің киносына өзінің жақын достары 10-20 адам алып барған адамдарға. Мен это не маркетинг ход, это жүректен от души. Потому что қанша деген мен қазір енді киноны бірінші түсіргеннен кейін өзінің де қорқыныштары бар, одан қалай бір сынау болмады. Сосын енді иә, Титаник түсіріп жүрген кісі емес қой, мен де бастап жатыр, иә? Сондықтан Титаникті сынап кетейін деп жатырмыз. Сондықтан кім мен ертең ұшамын да самолетте уәде аманат. Кім мөлдірдің киносына бүгін ертең, бүгін кешке дейін үш жердеміз ғой, типа да, ертең арғыны 2-3 күн ішінде 10-20 билет алып жақындарын қолдаған адамға менен дұға. Мен ұялып тұрмын мен. Вообще ештеңе жоқ. Прикол айтайын ба? Мен вообще ештеңеде ұялмаймын. Неге екенін айтайын ба? Ұялу дегеннің өзі жоқ жерден ұялып қаламыз да. Ұят нәрсе жасап жатқан жоқпыз ғой. Бір-бірімізді қолдап жатырмыз. Ауызша айтқан нәрсе ол болмайды. Қолдайын айқайлай беруге болады 3 сағат. Расында 10-20 билет алған адам маған дайректке жазады. Сол адамға менен дұға тілеп жатыр.